Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын пеште пісетін пирожкилердің рецептісімен бөлісемін. Ең бірінші заттарымыздың барлығын дайындап алып, описанияда жазылған бойынша бірінен кейін бірін салып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында ұнымызды салып, қолымызға жабысатын қамыр илеуіміз қажет. Сол қолымызға жабысатын қамырымызды алып, бөлме температурасында тұрған май екеуін араластырып, екеуі біріккенше жақсылап илеуіміз қажет. Илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Бір көтерілгеннен кейін тестамызды алып, 12 немесе 13 бөлікке бөліп, өзіміздің қалаған начинкамызды салып, бүгіп жасаймыз. Мен пирожкилердің ішіне картошка мен қуырылған пиязды қосып салдым. Начинканы салғаннан кейін екі жағын бүгіп, үстін сәл ғана басып, пергамент төселген ыдысымызға жібереміз. Сөйтіп бетін жауып, 25-30 минутқа жылы жерге қоямыз. Тестамыз 2 есеге көтеріледі. Бетіне жұмыртқамызды жағып, кунжут немесе магымызды сеуіп, пешке жібереміз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.